Сәлем достар, бүгін біз өте ерекше королевский тортын жасаймыз. Бұл үшін біз ең алдымен қантты жұмыртқаға қосып, миксерлеп аламыз. Сұйық май мен сүтті қосып, миксерлеп аламыз. Ұн қосып араластырамыз. Тестамызды 3 бөлікке бөлеміз. Біреуіне какао, екіншісіне жаңғақ, үшіншісіне мақ қосып араластырып аламыз. Әрқайсысын жеке-жеке пісіріп аламыз. Менде ұзындығы 22 сантиметрлік қалып. Творожный сырға қантты қосып араластырамыз. Одан кейін сливкиді 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Бізде консистенциясы осындай крем шығу керек. Видеода көрсетілгендей кремді жағып шығамыз. Ортасында какао мен корж болу керек. Сыртына жағатын кремне мақ қосамыз. Өздеріңіз қалағандай етіп безендірсеңіздер болады. Мен құлпынаймен безендірдім. Барлықтарыңызға королевский торты жасап көруге кеңес беремін. Торты өте дәмді, әрі кесілген кезде де көздің жауын алып тұрады. Назарларыңызға рахмет, сіздермен бірге болған Еркежан. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.